Басымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кешірмедім. Бұл махрум қалмағыма кім кінәлі, қолымды дөп сүрмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Өзімде басқа шығып төс көрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Рахмет. Тағы біреу өзің жақсы оқиды. Өзің таңдау. Парадима. Айтшы аға, неғып жеңілдік, Мәскеуде емес дегендік. Болған білем соқтығыз, емес білем аз жұмыс. Ұмытпайды еш орыс, Бородинде көргендер. Ондағы біздің адамдар, сендерде емес балаңдар. Қиын тиді оларға, асқысақ қайтып санарға. Қол салмаққа кәртішке, ол күн болды күн кешке, қас қарайып болды түн. Штік қылыш қайрасып, ширатып мұртын шайнасып, ашулы солдат қыстықты. Қойса екен бізді тыюын, айтса екен бізге қиынын. Шықпасақ жаудың киімін, біз не етеміз штікті. Біреу маған от жақ деп қылды бұйрық. Жағайын деп ұмтылдым, көңіл жүйрік. От жаққалы жатқаным бір үлкені, отын жиып қойыпты талай күндік. Шақпақ шағып жібердім, қуға түсті, тұтандырып ау оң болды күшті. Қызылмеш болғанда азар жанып, суған шейін асығып іш пісті. Отқа келіп отынды салған кезде, жалын шығып, лапылдап жанып еді. Үй жылынса қайтейін, залалда көп. Отын барып, жалын барып, көпті шалып еді. Жалын кетіп, отын болған жоқ болды құр. Отын бітті, үрсем де жана алмай тұр. Жалынды оттай жайнаған қайран өмір. Шоқ біткен соң, қап-қара болды көмір. Үш-ақ түрлі өмір бар, бәрі демас. Бір рәуішті болады шал менен жас. Ең керекті дегенің ортан өмір. Түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Кеше жаттан соң ұмытып қалыпты. Бір жанталас. Қап өткізбе сол кездің бір сағатын. Өкініші қалмайды кет сағатың. Күні-түні дей көрме. Ғылым ізде. Қалсын десең артыңда адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам. Қартайып, шал болған соң кетті шаман. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам. Үшінші шығарма жаттаған ол Ескендір поэмасы Александр Македонский туралы. Сол күнде Аристотель жеке дара. Ақыл сөзін тыңдамай бар ма шара? Таразыны әкелде сүйекті сал, бір жағына алтын сап, өлшеп қара. Бұл сөзге де Ескендір қарай қапты, таразыны құрдыртып, орта қалды. Қанша алтынды күміспен салса дағы, бір кішкентай сүйекті аудармады. Ескендір мұны көріп аңтан қалды. Бар қаруын алтынмен қоса салды. Енді қайтер екен деп қарап еді. Бұрынғыдан қу сүйек ауырлапты. Жоқ, айттым мен. До конца. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойланып, тапшы деді. Сонда хакім жерден топырақ алып барды. Бір уыстап,
сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп аз тұрады. Хәкімді аулақ жерге шақырады. Таң қаларлық іс болды мұның өзі. Мәнісін айтшы, деп сұрады. Бұл адам көзі, деді ханға. Тоя ма адам көзі мың мен санға? Жеміт көз, жер жүзіне тоймаса да өлсе тояр, көзіне құм құйғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын дүниеге тоя мекен. Қанша тірі жүрсе де, өлген күні өзге көзбен бірдей ақ болады екен. Ашуланба, ей патшам, айтайын дат. Алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадың, бергені бір қос сүйек. Мұны көріп, алыңыз сізде ғибрат. Бірінші қара сөзден бастаймын. 7-ші қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе, соған талпынып, жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай берней болса, даусына ұмтылып. Онан ержетін кірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене? Деп, оны көйтеді, бұл неге бүйтеді? Деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан, адам жаны болмай, хайуан жаны. Әзейде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі. Бұл немене? Ол немене? Деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде. Ұйқы, тамақта есімізден шығып кететін құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің сыртын көргенде ақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз. Айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Абай Құнанбаевтың есіңде бар ма жас күні? Есіңде бар ма жас күні? Көкірегің толық, басың бос. Қайғысыз, ойсыз мас күнің. Қайғысыз, ойсыз мас күнің. Көрінгенің
бәрі дос. Махаббат, қызық бал мен бақ, көрінушет дос қортақ. Үміт жақын көңіл ақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызықшақ? Құдай-ау, қайда сол жылдар? Махаббат қызық мол жылдар. Махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті-ау сол жылдар. Жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың. Махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер, жылайын, көз шыдам бер, сабыр қылайын. Жарлы болған жүрекке дауа бер, жамап сынайын. Келесі поэмадан үзінді, бұл әзім әңгімесі. Бір күні ләпкесінде отыр еді. Торғын тон, алтын кәмәр бір шал келді. Не қылса бір құрметті адам ғой деп, әзім тұр, иіліп сәлем берді. Сәлемін алды да шал амандасты. Қасына жуық келіп жақындасты. Жат жердің адам едім, ей шырағым, не қарекет қыласың? Деп сұрасты. Жасымнан жетімедім көңілісің. Өнерім артық емес сондай ұлық. Еңбекпенен көз сүзбей күн көремін. Қарекетім суретші, бояушы. Мінезің, түсің жақсын адамдерге, артық өнер қиын ба? Талаптерге, тесілген күні бойы сендей жасты. Ай, өнім жоқ бұл өнерге. Бұл сөзге әзім дырғашулы. Тұрпайы сөйлейсіз, деп қарай болды. Атаңның қарекетін қорламабай, ашымен болмасам да сендей малды. Қорламаймын, әм баламын, зорламаймын. Тесілген күні бойы сені аяймын. Химия ғылымын білушем, үйретерем. Мысталатын жасаушем, алдамаймын. Шын өнерге қайтерейін, көзің жетсе, әркімге жарамайды, мұны үйретсе. Өз үлкен, өз оңай артық өнер, аз жұмыспен көп алдын хасил етсе. Мендағы жүргенім жоқ малдан күс. Айттым, балам, басыңа мейірім түсіп, ертең мысыңмен дайын болып, көңіліңнің дәр күнін алшы шешіп. Әуелі хақтығына жетсін көзім. Серт қылдым ғой, үйретпек болып өзім. Ерте сол жерден табыспаққа екеуі уәде байлап қойды сөзін. Шалып кетті, аң-таң бала үйге қайтты. Көргенін анасына келіп айтты. Химия ғылымы бар дейді. Сөйтсе дағы анасы басын жайқалып, ішін тапты. Апарда мысбақырда алтын асал. Алтын болса, болады бір талай мал. Жалғызым, не қылсаң да сақ болып жүр. Жәдігөй болып жүрмесін. Антырған шал. Бала айтты. Тәңірім қақса пенде не етер? Жалған болса білінер, қор болып кетер. Шын болып, уәдеге бармай қалсақ, ғапылдықтан айырылған ыза сөтер. Не қылса, сол күні бала шалайықта. Өтірек, расыны ойланып табалмақ. Мыс бақырын қолына алды дағы, ләпкеге күндегіден ерте бар. Абайдың 9-шы қара сөзі. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қолдасам керек еді. О әрнешік, бойынан бір адам жақсы көрерліктей, көңілге тиянақтыралықтай бір нәрсе тапсам керек еді. Оны не үмітсізбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың арасынан көшіп кету керек еді. Бұлардың бірі де жоқ, бұл қалай? Мен өзім тірі болсам да, анық тірі емеспін. Әншейін, біреулердің засынан ба, өзім ыза болғанымнан ба, яки басқа бір себептерден бе, еш білмеймін. Сыртым тірі болғанымен, ішім өліп қалыпты. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем
қуана алмаймын. Бұл не болғаны? Бірақ бұл да жақсы шығар. Ертең өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалдау демей. Артымда тілерім болса, алдымда аларым болмай өлер едім. Өлсе өлер, табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам бұл дүниеге бой алдырған, көп аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма ойлаңдаршы. Өлмейтұғын артында сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей, міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орны қалмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузым бармас. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, бір-біріне қастыққа, қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын жиғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен тыйғаны. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей несенер, сиырша тойса мас болып, өреке келіп сүйкенер. Күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас болар өздері, кекектеп секе кетем деп шошқа туар сөздері. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір вақыты бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде көкке шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзден дес бермедім. Еңбегімді білетұғын ешкімде жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа, қойына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, еңбек жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілімен жиғаны. Өлімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей сөнер, сиырша тойса мас болып, өлге келіп сүйкенер. Күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер сөздері, кекектеп секе кетем деп, шошқа туар сөздері. Неміске сөзінен көз. Сұр бұлт түсі суы қаптайды аспан, көз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарыстан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал мен кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салы берін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, елесіне ертіп шуда жібін, жас қатында жыртылған жама дейін. Қастырна қатарланып қайтса бермен, астында ақшамшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабырқан қыр, күлкі ойын көрінбейді сейлі сеурен. Кемпір шал құржан қағып бала көрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең, кемік сүйек сорпа су тимеген соң, үйде ет жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, шаң тұман бола жел соқса шаң тозаңы, от жақпаған үйінің сұрық ашып, ыстан қалқан қазақтың құрсын заңы. Келесі кезекте енді біз әншілерге береміз, оны ең бірінші болып бастайтын Исабай Мұратбек. Мұратбек ешқандай да музыканың сүйемелдеуінсіз акапелла орындайды. Желсіз түнде жарағай, сәулесі суда дәлелдеп, ауылдың маңы
жолығуға айлақа келмеп пе едің жол тосып жолығуға айлақа Айдым сәлем қалам қаз саған құрбан мал мен бас сағынғаннан бір сен ойла келер көзге ыстық жас сағынғаннан бір сен ойла келер көзге ыстық жас сенен артық жан тумас тусай туар артылмас бір өзіңнен басқа жанға ындықтығым айтылмас бір өзіңнен басқа жанға ындықтығым айтылмас Көзімнің қарасы көңлімнің санасы бітпейді іштегі ғашықтық шарасы бітпейді іштегі ғашықтық жарасы қазақтың данасы жас өткен ағасы бар демес сендей бір адамның баласы бар демес сендей бір адамның баласы жылайын жылайын көп сөйлеп озбайын айтуға келгенде қалқама сөз
Бұл ән бұрынға әннен өзгерек болған, ұйқасты өлеңсіз керек, өзіне қолайлап денең жан нұрлы болса жөнделмек өлең ән гүлшем айтса өңделмек ұйқаса қолайлап ән өлшеу өлең күміс қоспаңызбыз аралас артық алу некем салу қарпық алу жарамас қайран қайғысыз қамсыз күндерім сайран сауықтыр апат күндерім сендерде
Абайдың сынына қалған шәкәрімнің шығармасы. Абай шәкәрімге қай жағынан туыс боп келеді? Абайдың қоңыраулы балуан атанған атасы кім? Абайдың неше күйі бар және атап айтыңыз. Абайдың баласы Мағауия жазған поэма. Абайдың табиғат тақырыбына жазған алғашқы өлеңі. Құнанбай Абайды еркелетіп қалай атаушы еді? Абайдың қай өлеңдері арқылы қазақ әдебиетіне жаңалықтар енді? Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тармағынан мектебіміздің қай құндылығы көрініс тауып тұр? Абай неше ағайынды? Шәкәрім шығармасына сүйене отырып адамдық борыштарды ата. Абайдың жары Әйгерімнің шын аты. Абайдың үш қайнар бұлағы. Абай өлеңді қай жасынан бастап жазды және ол қандай туынды? Шәкәрімнің ақталып, мұрасы елге оралған жыл. Осындай 15 сұрақ. Абайдың баласы Мағауия жазған поэманы атаңыз. Медғат Қасым дейді. Қазіне жарайсың. Абайдың табиғат тақырыбына жазған алғашқы өлеңі жазды. Жазым ба? Құнанбай Абайды еркелетіп қалай атаушы еді? Ал сендірі. Құнанбай, яғни Абайдың әкесі өз баласын қалай еркелететін еді? Қалай атайтын еді? Қалай? Абай жолында бар ма? Жауап бар ма басқа? Жақсы. Құнанбай Абайды қара шынағым деп еркелеткен екен. Қара шынақ. Естеріңізде болсын. Жақсы, келесі Абайдың қай өлеңдері арқылы қазақ әдебиетіне жаңалықтар енді? Қай өлеңі арқылы? Қай өлеңдерінде, бұрын соңды қазақ өлеңдерінде болмаған өлең өлшемдері? Тағы? Айған, жауап бар ма? 8 аяқ, тағы. Тағы бар ма? Жарайды. Сен мен не етесің және де 8 аяқ шығармаларында бұрын соңы қазақ өлеңде болмаған өлшемдер кездеседі. Тармақ болсын, онақ болсын, буын болсын. Береміз ба? Қойдар? Береміз. Кеп, Айған. Жақсы. Мұны сұрақ оңай сияқты. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тармағынан мектебінің қай құндылығы көрініс тауып тұр дейді. Ғаламдық, азаматтық. Кімде беремін? Жарайды. Арой. Шығыла жолын беріп жатыр. Абай неше ағайынды? 7. 7 ағайынды дейді. Мына жақта бір кісі айтып қойды. Рамазан деген кісі. Келесі сұрақ. Шәкәрім шығармасына сүйене отырып адамдық борыштарды ата. Жақсы, жауап беріңіз екен. Бар жұрттар. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ар жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба мансаптың бағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарқ қыл өлгеніңше, жол атап жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайырлы қауымға келмейсің. Қайтадан қайырлы қауымға келгейсің. Бәріңді нәріңді еңбекте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, осындық ешқашан өлмейсің. Келесі сұрақ. Абайдың жары Әйгерімнің шын аты. Шүкім ән. Мен кімге беремін? Жақсы. Апайға берейік. Апайға берейік кеңдірді. Шүкім ән. Бұл кімге ұқсатып алған жар еді? Тоғжан әні жақсы. Тоғжан Абайдың қосылмаған сүйіктісі. Жақсы.
Абайдың үш қайнар бұлағын кім атайды? Халық ауыз әдебиеті. Өте жақсы. Батыс әдебиеті, шығыс әдебиеті және де қазақ фольклоры, яғни халық ауыз әдебиеті. Өте жақсы. Абайды абай қылған осы үш әдебиет екен. Абай өлеңді қай жасынан бастап? 10 жасынан. Қандай туынды? 10 жасынан бастап. 10 жасынан бастап жатыр. Туындысы қандай? Туындысы қандай? Жақсы. Нұрсая. Жақсы. Шәкәрімнің ақталып мұрасы елге оралған жыл. 1988. Фариза жауап берді, 1988 дұрыс жауап. Осымен сұрақтар бітті. Енді қазір біздің ақындарымыз қайда? Райымбек, Арнауымды оқып берші абайға. Райымбек деген жігіт, бұл жасырын жатқан негізі ақын бала екен, біраз қалыптасып қалған. Абайға арнау, баласы Құнанбайдың даратуға шарықтаған ақындықтың қанатында, қазақтың көзін ашып төрелеткен бұл ақын ұлылықтың санатында. Бойында жаман ниет тоғыспаған, бес асылы өне бойда қоныстаған, бес дұшпаны ұялаған залымдарға өре тұрып тік мінезбен болыспаған, жетелеген тура жолға қара сөзбен қысымына азғындардың жүрет өзген. Болса дағы тәкежандар өз бауыры, жылы отты көрмейтінін әсте сезген. Жырлаған Татьянаны төл тілінде, санасы қара көзбен көңілінде. Желсіз болған түндерде ай жарықтап, елжіреткен талайларды өз кезінде. Шексіз алғыс ұлжандай саналар аналарға, ақ сүтінсіз ұлы ақын болалар ма? Әже зере қанықтырып, оймен жырға түреу болған Әйгерім Ерболдарда. Ойлаған бұқараның күй жай қамын арнайды туындысын жастар ақын. Шекспир, Пушкин болса өзге пірі, жүректерде ұлы Абай мәңгі тірі. Мұқағали Мақатаев, сен менің жанарымның ішіндесің, білесің ғой жанардың кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені, біреулер көлеңкесін түсірмесін. Сен менің мына тылсым кеудемдесің, білесің, кеудем ешкім тең келмесін. Кеудеңе зынданыңа салып сақта, біреулер көкпар қылып өңгермесін. Сен менің тілімдесің, үнімдесің, білесің ғой тілімнің бүлінбесін. Сен мені тіліңе қос, үніңе тұт, үнім өшіп үшкіртіл тілінбесін. Сен менің мынау басымдасың, білесің, басымды ешкім басынбасын. Сен мені өз басыңмен бірге қорға, біреулер зұлымдығын асырмасын. Сен менің миымдасың, білесің, миым шашқа бұйырмасын. Миымның бір жеріне жасыр мені, қиылсын, өмір солай қиылғасын. Абайға арнау, ақын болу ұлылықтың ұлысы, әр адамның демалатын тынысы, кезде соққа берілмейтін бұл дарын елге өнеге қалдырады һәм тәлім. Ақындар көп мынау қазақ тарихында, біреу біліп, біреу іздеп танитында. Осылардың ішіндегі ең данасы Абай атам қандай шешен бір қарашы. Әр сөзінде тұнып тұрған тәрбие, қара сөзі сарқылмайтын мәңге, өлеңдері қандай ғажап тамаша, оқысаңыз табылады бар кие. Абай десең өлеңнен мәнді аласың, Абай деп біл қазақтың байтақ даласын. Әрбір өлең сөз маржаны секілді. Абайдан асқан ақынды қайдан табасың? Абай биік ірі тұлға қазақта, танымайтын ұлы Абайды қазақ па? Қазақ елін барша әлемге танытқан Абайдан асқан ақын жоқ мына ғажапта. Абай тарих тұнып тұрған өнеге, Абайдай оттың қалдырған ізі сөнеме. Өсиеті қара сөзі ақылы, қазіргіде ұқсайды сонау көнеге. Ұлт жастарын шақырды ол білімге, үйренуге, оқып жазып ілімге. Бес нәрсесін оқыды жастар Абайдың, күмәнданбай тура қарап сенімге. Шам шырақтай жарқырады ұрпағына, бар білгенін қалдырып өз жұртына. Барша әлемнің кітабында кездеспейді Абайдың сөзіндегі мән мағына. Абай Құнанбайұлы Сегізаяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп,
сыбырлап бойыға жайылған, қиуадан қасауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі кессенің біз-ай, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәхрі ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ой қолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданнан. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойында қайрат ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Жігерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып кетер артынан. Аулаққа шықпай, сыбырлап бұқпай, мейірленбес еш сөзге. Пайдасыз ақыл, байлаусыз тақыл, атадан бала ой өзге. Санасыз ойсыз жар емес, өз ойында ар емес. Шәкәрім Құдайбердіұлының анадан алғаш туғанда. Анадан алғаш туғанда жыладым неге дауыстап, кіндікті кесіп қиғандай анамнан кеттім алыстап. Кіндікті кесіп қиғандай анамнан кеттім алыстап. Жұлдыз бен айды алам деп, аптықтан неге жасымнан. Еркіндік жолын табам деп ойлаған едім басында. Еркіндік жолын табам деп ойлаған едім басында. Еңбекке шыда ебін тап, сабырдың түбі саралтын. Өзімшіл болма, ардақтай адамның бәрі өз халқын. Өзімшіл болма, ардақтай адамның бәрі өз халқын. Бүгінгі қорытындыны жариялайық. Эссе қазір келе жатыр. Оған дейін алғашқы номинацияларда жариялай береміз. Әділ қазылар алқасын ортаға шақырамыз. Сержан ағай, Әскен ағай, Айгүл апай, Алу апай, Нұрлан ағай, келіңіздер. Тағы сәлематсыздар ма? Құрметті оқушылар, қадірлі әріптестер. Енді
абайдың кім екені баршамызға белгілі ғой. Осы қазақтың маңдайына біткен шамшырағы десек те артық қайтпаймыз. Енді алғашқы номинация бойынша мәнерлеп оқудан осы жаңа ғана көзіміздің алдында бірнеше үміткердің өнерін байқадық, бағаладық. Енді жалпы кері байланыс ретінде менің байқағаным баршаңызда біріншіден бастап соңына дейін баршаңызда асығады екенсіздер. Кәдімгі өлеңді оқығанда баршаңызда да сондай бір кемшілік бар деп айтуға болады. Ал енді жалпы жеке-жеке өзіңізге байланысты мысалы жүрсін мен шұғылада эмоция басым. Мысалға Бауыржанда эмоциялықтың көрі өрекпіген сондай бір кішкене рухты өлеңдерді көп оқитын боларсың деп ойлап қойдым ішімнен. Кішкене сосын жаңа кім үшінші шыққан кім еді? Артистизм өте жақсы. Фарида. Бірақ сахна мәдениеті кішкене кемшін түсіп жатыр. Сол сияқты әр үміткердің өзіндік ерекшелігі бар. Дегенмен сайыстың аты сайыс қой. Сайыс болғаннан кейін де алға оза шығып жататындар да болады. Енді 3-ші орыннан бастайын. 3-ші дәрежелі диплом 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде өлең сөздің патшасы сөз сарасы номинациясы бойынша жеңімпаз Баймырзаұлы Жүрсін марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Жүрсін бар ма? Екінші дәрежелі дипломмен осы номинация бойынша Жұмасат Шұғыла марапатталады. Шұғыла сенде эмоцияда жеткілікті, мәнерде жеткілікті, бірақ өлеңнің мағынасын өзің кішкене тереңдеп ой жеткізбей тұрған сияқты болып көріндің бір түрлі. Енді 1-ші дәрежелі дипломмен осы номинация бойынша Аймағамбетов Бауыржан марапатталады. Жарайсың, Бауыржан. Келесі номинацияға сөз берейін. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және біздің әріптестерім менің. Байқау өте тартысты өтті. Мен әділ қазылар мүшелерімен отырған кезде, ақылдасқан кезде мен ешқандай да ештеңе қосқан жоқпын. Тек қана екі әріптесімнің жауабын тыңдадым. Енді бұл жерде сабақтың да мәселесін бір жағынан қарау керек. Қай сыныпта оқып жатсыздар, келесі жылы қай сыныпта боласыздар. Бұл дейтін не қода? Путевка қода? Семей жолдамада, Семей қаласына, Абай оқуларына, республикалық байқауына кетуге сіздерге бұл орысша айтқанда путевка. Енді мен қазір сандығымды ашайын. 3-ші дәрежелі диплом 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде көңілім әнді ұғады номинациясы бойынша жеңімпаз болған Амангелді қызы Фаризаға
Енді бұл жерде байқауға қатысқандардың арасында сахнаның кәдімгідей көп көрген, сахнаға енді шыққандар да бар, жаңа шығып жатқандар да бар. Оның бәрін де біз қарадық. Және екінші дәрежелі диплом осындай мәтінмен Заркум Дана. Оқушылар, сіздерді өлең айтқан оқушылардың бәріңізді сіздерді жақсы танимын, қалай келіп жүргендеріңізді білем. Бірақ маған мүлдем ренжімеңдер. Мен бұл жерде аузымды ашқан жоқпын. Ешкімге айтқан жоқпын. Мына бала, мына қыз деп. Олар өздері шешті. Мен жай ғана дедім болды. Түсіндіңіздер ғой да? Бірінші дәрежелі дипломменен Шарықтыбай Айғаным. Бұл оқушылар өздеріңіз түсініп тұрған боласыздар. Негізі Айғаным менен Дананың балдары бірдей болды, тең болды. Келесі жылы өздеріңіз білесіздер, Дана 10-шы сынып болады. 10-шы сынып сіздерге өте қиын сынып, месік бар, неше түрлі емтихандар бар, қолы бос болмауы мүмкін. Сосын музыкаға деген кішкене нетіп қалама деп. Айғаным болса, келесі жылы 12-ші сынып 11 болады, 11-лер более бос. Білесіздер де өздеріңізді. Семейге, білмеймін, енді ары-қарай мұғалімдер өздері қарайды, бірақ менің ойымша сөйтіп шештік әділ қазылармен, ренжімеңіздер, әлде де дайындаламыз. Хорошо? Рахмет. Келесі. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Бүгінгі мынау үлкен сайыс Абай оқулары сайысының өтуімен, ашылуымен сіздердің баршаңызды құттықтаймын. Енді біздер жүйріктен жүйрік озар жарысқанда номинациясы бойынша қазылық еттік. Біздің кезең бойынша біздерге барлығы 12 оқушы қатысты. Сайыс 2 кезеңнен тұрды. Бірі үй тапсырмасын орындау, екіншісі 15 минуттық уақыт ішінде белгілі бір алдын ала дайындалған тақырып бойынша өлең шығару болатын. Енді бірінші кезең бойынша айта кететін болсақ, бірінші кезеңдегі үй тапсырмасына берілген өлеңдердің барлығын біздер оқушыларды ортаға шығарып оқыттық және өзіміз алып, танысып оқыдық. Бұл жерде өлеңдердің басым көпшілігі көңілімізді көншітпеді. Неге дейсіздер ғой? Өйткені оқушылар өлең шығарған қатысушылардың өлеңдерінде көбісі жауыр болған тіркестер қолданылған. Сонымен қатар ғаламтор беттерінен алынып өзгеріске ұшырағандар да бар, оны да байқадық. Және де Абай деген бұл бетін жаңағы қалқып алатын тақырып емес, бұл терең тақырып. Абай туралы жалпы өлең шығару үшін, Абайға шәкәрімге арнау жаңағы жазу үшін жеңіл сөзді емес, тереңірек, бағалырақ, салмақтырақ сөзді қолдану керек деп ойлаймын. Дегенмен олардың ішінен де өзіміз келісе отырып таңдап алдық. Және екінші кезең бойынша айта кететін болсақ, екінші кезеңде негізі біз ойлағанбыз, екінші кезең аяқ астынан шығару, бұл қиынырақ соғатын шығар, өлеңдер сапасыз болатын шығар деген негізі ой болған. Бірақ олай болған жоқ. Керісінше екінші кезеңде оқушылар өздерінің шындығында да поэзияға жақын, өлеңге жақын екендігін, белгілі бір тақырыпта қалам тербей алатындықтарын көрсетті. Орынға ілікпесе де болашақта жаңағы түртіп алып, осы оқушылармен жұмыс жасау керек екен, осының болашағынан үміт күтуге болады дейтіндей оқушылар, талапкерлер болды. Енді
сол қатысқан барлық 12 оқушының ішінен Алтынзер апай, Алуа апайларымызбен бірігіп отырып, шешімге келіп, 3 адамды орынға анықтап белгіледік. Барлық критерийлер бойынша, балдар бойынша жаңағы жоғары нәтиже көрсетіп тұрған оқушылар болар. Олай болса, бүгінгі жарыста жүйріктен жерғозар жарысқанда номинациясы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді жариялауға рұқсат етіңіздер. Доғол шапалар. 19-шы республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде жүйріктен жерғозар номинациясы бойынша жеңімпаз 8 Си сыныбының оқушысы Амангелді Нұрай. Ортаға шақырамыз. 3-ші орын, 3-ші дәрежелі диплом. 2-ші дәрежелі диплом. 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде жүйріктен жерғозар жарысқанда номинациясы бойынша жеңімпаз 10-ші сыныбының оқушысы Ақкөлұлы Райымбек. Доғол шапала, құттықтаймыз. Ал ендеше жеңімпазды да анықтайтын сәт келіп жетті. Олай болса, 1-ші дәрежелі дипломмен 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде жүйріктен жерғозар жарысқанда номинациясы бойынша жеңімпаз 10-ді сыныбының оқушысы Жұмахан Гүлназ. Гүлназға поэзия әлеміне қаққан қанатын қалмасын деп тілек білдіреміз. Гүлназ қайда екен? Осымен ақындық өнерді сынға салған кезең қорытындыланады. Сіздерге көп-көп рахмет. Сәттілік тілейміз. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, сайыс қатысушылары, әріптестер. Бүгінгі өткізіліп отырған Абай оқулары сайысының 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқулары сайысының біздер жаңағы бірінші кезеңіндегі ұлылар сөзі номинациясы бойынша, яғни эссе жазудан оқушылардың еңбектерін бағаладық. Менің қасымда болған әріптестерім Ару Жұмаберген қызы мен Мәрзия Түгелбайқызы. Бізге әрине эссені оқып, барлық бізде қатысушы көп болды саны. 23 оқушы қатысты эссе жазып. Соған қарағанда біздің оқушыларымыз эссе жазудан әбден тәжірибелі машықтанып алған. 23 оқушының ішінен барлық эссені бірдей оқып, оны жаңағы 4 түрлі критерий бойынша бағалап шығу әрине бізге оңай болған жоқ, өте қиын болды. Барлығын бірақ бір ауыздан келісе отырып, 4 критерий бойынша критерийлерін сіздерге оқып кетейін. Жалпы эссенің жазылу критерийлары құрылымы мен стилін сақтау, тақырыптан ауытқымау, нақты дәлелдер мен мысалдар келтіру және көркемдегіш құралдарды орынды қолдана білу. Осы 4 критерийге сәйкес деген 3 эссені біз таңдап алдық. Алайда бірақ бізге ол оңай болған жоқ. Сіздерге енді сол қорытындымыз бойынша қазір 19-ші республикалық Абай және Шәкәрім оқуларының бірінші кезеңінде ұлылар сөзі номинациясы бойынша 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталатын 9-ші А сынып оқушысы Утигалиева Мадинаны ортаға шақырамыз. Дәл
деңгейдегі 2-ші дәрежелі дипломмен 10-ші F сынып оқушысы Базарбаев Бекзат марапатталады. Бекзат жоқ па? Дәл осындай мәтіндегі 1-ші дәрежелі дипломмен 10-ші G сынып оқушысы Метерова Ақпанай марапатталады. Сөзімізді қорытындылай келе, ұлылар сөзі номинациясы бойынша жеңімпаздар осы оқушылар. Рахмет көп. Жақсы, оқушылар, ұстаздар, әріптестер, сіздерге бас иіп үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай уақыттарыңызды бөліп, тамаша қорытынды шығарып бергендеріңізге. Сіздер шығарып берген осы балалар ертең республикада сіздердің бір аттарыңызды, мәртебелеріңізді көтеріп келсе екен деген үлкен тілегім бар. Оқушылар, сіздерге де көп рахмет. Абай дана, абай дара қазақта. Абайды ұлықтап, насихаттап жүрейік. Рахмет.